Қызылорда қаласында жас ананың немқұрайлығынан 9 айлық нәресте гелий газымен үрленген шарға байланып ұшып кетті. Жағастар оқиғаны қала тұрғындары ұялы телефонға бейнеге түсіріп алған. Оқиға орнынан тілшіміз. Продуктларымды алып магазиннен шығып келе жатқанмын ғой, сол мен такси керек па деп алдымнан бір таксист шықты. Сосын пакеттерімізді ұстап таксиге қарай келе жатсақ, алдымнан бір бала сайлауға келіңіздер 19 наурызда деп тұр екен. Қолындағы буклетін алып, қарасам республиканың буклет екен. Мә саған, не деген краштар деп қарап тұрғанмын ғой. Қолындағы шарлардың бәрін таксистке беріп қойғанмын еще. Сөйтсем, мен негізі таксовать етіп жүрген адаммын. Анау арайдың алдында тұрғанмын ғой, клиент алып кетейін деп. Ана бір қатын шықты, бекер айтпын, такси керек па деп қойдым, керек деп. Дорба затымен баласы қасында, оның үстіне шар үрлеп алған, мың шарау білмеймін, шар ұстап алған. Сонымен шығып келатыр, заттарын бәрін беріп қойды қолыма. Сонымен келатырым, ана жерде бір бала 19 наурыз сайлау күні республикаға дауыс беріңіздер, 3 номер деп тұрған. Сон жақ қолына бюллетенін ба бірдеңесін алды, ауышып қалды, ана қатын тұр. Ей деймін, қарамайды, ей қатын деймін, қарамайды. Құрсын менде басқа тірліктерім бар, басқа клиент кеп қалды мына жағынан. Соны алып отырмын да, заттарын колясканың қасына қойып, шарларын алып коляска келем деп бала қылып жіберіппін. Сонымен ұшып кетті ана бала, жоқ. Сонымен ана баланы ұшып баратыр, жетіп алайын деп, атын айтайын десем, қатыннан аты кім десем, ұшқыш болсын деп, тоқтар деп қойғанбыз дейді. Ұшты ана, ұшты. Біздің Қазақстан құсап чемпионаттардан ұшқан. Бала? Қандай бала? Иланы құрсыш, наяқтағы краштарды айтсай, Нұрлан Қоянбаев, Шомбай, Сырымтау, Бейбіт Әлібековті айтсаңшы, күшті. Руслан Бейбітұлы, Нұрлан Қуанышев, ПТК арнасы.